Құрметті қазақ елі, елдостың олимпиадаға жеңісіне қалай да айтсақ, қалай мақтансақ та жарасады, бейбіт елдің батыры ғой бұл. Қазақтың батырлары деген Фариза апамыздың өлеңін оқып берейін осы батырымыз үшін. Қазақтың батырлары шетінен қайсар қылық батыр қаған, ел үшін отқа күйіп лапылдаған, жат біреу жау ниетпен жерін басса, тымағын баса киіп тақымдаған, о менің батыр бабам. Жанына қуат құйып жайсаңдалам, ханның да қаһарынан тайсалмаған, көзілмей жерін қорғап, елін қорғап, тау асып сайыс шарлаған, о менің қайсар бабам. Дауылды дариядай жатыр ғалам, ғаламның сырын байқап, ақынды алаң, тылсымда талмау сұрап бара жатсам, намыстың отын жағар атың маған, о менің батыр бабам. Ірітсе іркітімді ірі заман, кеш мені үнім айда жыры жалаң, күбірлеп аруағыңа сыйынамда, қаныма атой салар жылу алам, о менің ұлы бабам. Көшсе де жерден жасыл шатырлары, ізімен оғы жатыр тақырды әлі, уақыттың дауылында ұрпағына, елдіктің жолын сілтеп жатыр бәрі, қазақтың батырлары деген.